Құрметті аттестация тапсырып жатқан әріптестер, биыл портфолиомызды Google дискпен өткіземіз. Егер Google дискке портфолияны қалай жүктеу керектігін білмесеңіз, бұл видеом сіздерге арналады, соңына дейін көріңіз. Google дискке портфолио жинақтау үшін әуелі сізге Google аккаунт керек. Google аккаунт дегеніміз Googleға кірген кезде оң жақ бұрышында тұратын аккаунт. Оның сіз логин және паролін білуіңіз керек. Егер болмаса, жаңадан Google аккаунт ашып алуыңыз керек. Менде Google аккаунт болғаннан кейін бірден жұмысты түсіндіре берейін. Ол үшін мынау оң жақ жоғары жағындағы мына бір батырманы басамыз. Осы жерде диск деген тұр. Сол диск дегенді таңдаймыз. Үстінен бір рет басамыз. Осы кезде осындай бет ашылады. Егер сіз Google аккаунтты жаңадан ашқан болсаңыз, мынадай папкалар болмайды. Менікі бұрынғы Google аккаунтым болғаннан кейін өзімнің осыған дейінгі папкаларым тұр. Енді біз портфолио жүктеу үшін создать деген мынау батырманы басамыз. Сол кезде создать папку дегенді басамыз. Новая папка деген жерге папкамыздың атын жазамыз. Осы жерде мынаны түсіндіре кетейін. Бізде үлкен бір папка болады, аты жөні деп тұрған. Яғни өзіңіздің аты жөніңіз. Мысалы, Үсенова Айгүл деп мен папка ашамын. Сол өзіңіздің атыңызбен ашылған папканың ішінде мынадай 5 папка тұру керек. Мынау құжаттар, білім сапасы, оқыту сапасы, жетістіктер, тәжірибені жинақтау деген. Осы 5 папка бір папканың ішінде тұруы керек. Және әр папканың ішіне енгізілетін құжаттардың тізбесі тұр. Осы құжаттарды әр папкаға орналастырамыз. Барлығы PDF форматында болуы шарт. Енді Google дискқа келейікті, жаңағы новая папка деген жерге өзіміздің аты жөнімізді жазамыз. Аты жөнімізді жазған соң, создать батырмасын басамыз. Сол кезде өзіміздің атымызбен ашылған папка тұрады, міне сақталып. Енді осы папканың ішіне кіреміз. Жаңа айтып өткенімдей, енді бұл папканың ішіне мына 5 түрлі папканы енгіземіз. Әуелі создать папку деп басамыз да, құжаттар деп жазамыз. Создать. Сол кезде бізде құжаттар деген папка ашылады. Одан кейін сәйкесінше білім сапасы папкасын және де оқыту сапасы деген папкаларды ашамыз. Келесі кезекте 4-ші папкамыз жетістіктер деген папканы ашамыз. Жетістіктер деп жазып создать дейміз. Және бір айта кететін дүние, жетістіктер деген папканың ішінде 2 папка болады, көріп отырғандарыңыздай, мұғалімнің жетістігі және оқушының жетістігі деген. Бұлар папка күйінше ашылады. Ақ түспен берілгендер бізде папкалар, ал күлгін түстегілер, олар PDF форматындағы файл түрінде жүктелетін документтер. Келесі кезекте біз соңғы папкамызды жүктейміз. Бұл тәжірибені жинақтау папкасы. Тәжірибені жинақтау папкасы зерттеуші немесе шебер санатындағы педагогтарға арналған. Міне біз портфолиоға қажетті 5 түрлі папкамызды ашып дайындап қойдық. Енді жаңа ескерткенімдей, жетістіктер деген папканың өзінің ішінде 2 түрлі папка болады. Ол мұғалімнің және оқушының жетістіктері. Ол үшін жетістіктер деген папкаға кіріп, создать папку деп басамыз. Және папканың атын жазамыз. Мұғалімнің жетістігі, создать. Одан кейін тағы да 2-ші папкамыз оқушының жетістігі деген папканы ашамыз. Папкалар дайын болғаннан кейін кері шығамыз. Енді осы папкалардың ішіне қандай документтер салыну керек, соған тоқталып өтейін. Мысалы, құжаттар деген папкамыздың ішінде мынадай 8 түрлі документ тұруы керек. Әрине, бұлардың барлығы жаңа айтып өткенімдей PDF форматында болуы тиіс. Оның ішінде өтініш, жеке куәлік, диплом қосымшасымен бірге, еңбек кітапшасы, санаты бұйрығымен бірге, біліктілік курсы және аттестациядан өткен туралы сертификат. Сондай-ақ, егер 30 жылдық тәжірибесі бар әріптес болатын болса, анықтамасын қоса тіркеуі керек. Ал басқа әріптестерде әрине 7 құжат тұруы тиіс. Білім сапасы папкасының ішінде кесте түрінде және мониторингімен салынуы керек. Ал оқыту сапасы папкасының ішінде сабақты бақылау парағы 5 данасы салыну керек. Енді жетістіктерге келетін болсақ, мұғалім жетістігіне педстарт деп мысал келтіріп қойдым. Осы жерде біз файлдың атауын файл күйінше қалдыруымызға болмайды. Әр жетістіктің атауын жазып отыруымыз керек. Яғни педстарт, қатысқан жылыңыз, күніңіз және де республикалық, аудандық, облыстық деген сияқты дәрежесімен қоса жазып қоюымыз керек. Оқушы жетістігі папкасының ішіне салынатын документтерде де солай жазып салатын боламыз. Яғни оқушының қатысқан олимпиадасы, ғылыми жобасы, конкурстарының дипломдарын салып қоямыз.
Тағы да қайталап айтамын, барлық құжаттар PDF түрінде салынуы керек. Егер PDF форматына ауыстыруды білмесеңіз, менің осының алдындағы видеомды көрсеңіздер болады. Енді соңғы кезекте біз тәжірибені жинақтау папкасына тоқталып өтейік. Бұл зерттеуші және шебер санатындағы әріптестерімізге арналған. Бұл папкаға салынатын құжаттардың тізбесі мынадай: авторлық бағдарламаңыз, семинар конференцияға қатысқандығыңыз туралы құжаттар, баспасөз жарияланымдарыңыз, оқу әдістемелік жұмыс, тәлімгерлік және шығармашылық топта болуыңыз бұйрықпен бекітілген болуы керек. Міне осындай құжаттарды біз тәжірибені жинақтау папкасының ішіне PDF форматында салып қоямыз. Барлық құжаттарды салып болғаннан кейін біз осы Google дискке жүктелген портфолиомыздың сілтемесін алуымыз керек. Ол үшін мынандай 3 нүктені басамыз. Сол жерде поделиться деген жерден открыть доступ дегенді басамыз. Доступ ограничен деген жерде все, у кого есть ссылка дегенді басамыз. Одан кейін копировать ссылку дейміз де готово деп басамыз. Көшіріп алған сілтемені WhatsApp желісінде, басқа да жерде бөлісуге болады. Және ол сілтемені басып кірген адам сіздің портфолияңызға тікелей кіріп, ары қарай ішіндегі құжаттармен таныса алады. Бір ескеретін дүние, Google дискқа жариялаған портфолияңыздың сілтемесін, барлық құжаттарды сол папкаға салып болғаннан кейін ең соңында алатын боласыз. Әйтпесе, кейін салған құжаттарыңыз сілтеме арқылы кіріп отырған адамға көрінбей қалады. Құрметті әріптес, менің видеом сізге пайдалы болса, басқа әріптестермен бөлісіп, сұрақтарыңыз болса комментарий бөлімінде қалдырып, егер каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып қоюыңызды өтінемін. Құрметті әріптес, осы видеода айтылған ақпараттар сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Аттестацияның тестінен қалай сүрінбей өтсеңіз, портфолио кезеңінен де солай сүрінбей өтуіңізге шын жүректен тілектеспін.